Елестетіп көріңіз, егер өміріңізді түбегейлі өзгертуге күшіңіз болса ше, жылдар бойы тынымсыз еңбектеніп емес, сыртқы жағдайларға тәуелді болмай-ақ, дәл қазір өзіңіздің ішкі дүниеңіз арқылы санаңызды өзгертіп, осының бәрін денсаулықты, махаббатты, молшылық пен бақытты өміріңізге оңай тарта алсаңыз, қалай болар еді? Бұл видеодағы мотивациялық сөздер Джо Диспензаға тиесілі. Мен оларды оқып, сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Көп адамдар өзгерісті сырттан күтеді, бірақ шынайы өзгеріс іштен басталады. Бүгін мен сізге армандаған өміріңізді қалыптастыру үшін ақыл-ойдың күшін қалай қолдануға болатынын айтып беремін. Ғылыми тұрғыда қадам-қадаммен тәжірибеге негізделген. Дайынсыз ба? Онда бастайық. Мен үшін ниеттің анықтамасы бұл нені қалайтыныңызды нақты түсіну. Бұл қарапайым естіледі, бірақ мәселе мынада. Стресс гормондары аналитикалық ақыл-ойды басып тастағанда сіз ойлана бастайсыз. Мен мұны қалаймын, бірақ мынаны да ескеруім керек. Мен ана адамға зиян келтіргім келмейді, бір нәрседен айырылып қалсам ше деген сияқты. Осы кезде сіз болашағыңызды қалыптастырмайсыз, керісінше бәрін бақылауға тырысасыз. Бұл мақсатқа жету емес, өмірді жайлылық аймағында ұстауға әрекет. Сіз бір нәрсені қалайсыз, бірақ сонымен бірге басқа нәрседен айырылып қалудан қорқасыз. Таңдауыңыз біреуге әсер етуі мүмкін деп қауіптенесіз. Нәтижесінде бәрі тоқтап қалады, бірақ ғалам мұндай заңдылықпен жұмыс істемейді. Мысалы, мен денсаулық қалаймын, мен жаңа жұмыс, жаңа қарым-қатынас қалаймын. Бірақ осыдан кейін ойлай бастасаңыз, ал егер бұл бұлай болып кетсе ше деген сәтте-ақ процесті бұғаттайсыз. Ал егер өзіңізге басқа сұрақ қойсаңыз, не болар еді? Сау болу деген қандай сезім? Мен осы қарым-қатынаста болғанда өмірім қалай өзгереді? Жаңа жұмыста қандай күйде боламын? Міне дәл осындай сұрақтар қойылған сәтте сіздің басты шығармашылық орталығыңыз іске қосылады. Бұл мидың маңдай бөлігі, ол мидың қыртысының 40% құрайды. Ол мидың барлық бөліктермен байланыса отырып, сіздің біліміңіз бен тәжірибеңізге қатысты түрлі нейрондық желілерді белсенді ете бастайды. Қарым-қатынаста болу қандай екенін мен қайдан білемін? Өйткені мен оны бұрын бастан өткергенмін. Жаңа жұмысты қалай елестетемін? Мен бұл туралы оқыдым, белгілі бір үміт ойларым бар. Осы нейрондық желілердің бәрі бір-бірімен байланысып, жаңа ойды, жаңа көріністі қалыптастыра бастайды. Бір бүтін сурет сияқты олар бірлесе жұмыс істегенде, сіздің санаңызда нақты бейне пайда болады. Бұл ниет, яғни намерение. Қаншалықты көп нақты бөлшек қоссаңыз, ол соншалықты қуаттырақ болады. Мысалы, сіз жаңа жұмыс істегіңіз келеді, бірақ нақты қалай? Мен жылына осындай табыс тапқым келеді, медициналық сақтандыру болсын, жиі саяхаттайтын, талантты адамдармен жұмыс істегім келеді. Осындай нақты бөлшектерден тұратын көрініс біртіндеп сіздің шынайы өміріңізге айнала бастайды. Енді сізді нақты жағдайлармен байланысты бір бейне бар. Бұл тіпті бір әріп немесе символ болуы мүмкін. Ең бастысы, ол сіздің мақсатыңызды білдіреді және сіз үшін маңызды барлық элементтерді қамтиды. Бірақ ниет тек сол кезде ғана шынайы күшке ие болады, егер сіз оны эмоциямен қуаттандырсаңыз. Неге? Себебі дене бұл бейсаналық, ол нақты оқиға мен қиялда туындаған эмоцияның айырмасын ажырата алмайды. Егер сіз арманыңызды шынайы сезіммен бастан кешірсеңіз, дене оны шын өмір деп қабылдайды. Дәл осы сәтте сіз өткенмен өмір сүруді доғарып, өзіңізді болашаққа бағдарлай бастайсыз. Енді сіздің миыңыз өткеннің жазбасы емес, болашақтың картасына айналады. Осылайша ниетіңіз күшке ие болады. Сіз жай ғана армандап қоймайсыз. Болашақта өмір сүре бастайсыз. Миыңыз да, денеңіз де мұны болашақта болатын айқын шындық ретінде қабылдап, соған дайындала бастайды. Енді шарттылық туралы айтайық. Сіз өзіңізді дені сау адам ретінде сезіну үшін алдымен сауығып кеткенді күтпеуіңіз керек. Керісінше алдымен ішіңізде сол дені сау адамды сезінуіңіз қажет, сонда ғана сауығу келеді. Сол сияқты сізді біреу жақсы көрген кезде ғана өзіңізді сүйікті сезінемін деп күтпеңіз. Алдымен өз жүрегіңізде махаббатты сезініңіз, сонда ғана ол қарым-қатынас сізді өзі табады. Адамдардың көбі ішкі күйін өзгерту үшін сырттан бір нәрсені күтеді. Адамдар жиі айтады, қолымда ақша болғанда өзімді қауіпсіз сезінемін.
Сәйкес адамды кездестірсем, өзімді сүйікті сезінемін. Аурудан айықсам, бақытты боламын. Бұл себеп пен салдарға негізделген өмір моделі, бірақ ол өткеннің тәжірибесіне сүйенеді. Ал мен айтып отырған нәрсе салдарға ықпал ету. Бұл кванттық қағида. Сен өз ойыңды және ішкі күйіңді сол оқиға орын алмас бұрын өзгертуің керек. Сонда ғана сол оқиға сені таба алады. Мысалы, егер біреу махаббат іздесе, ал оны сыртқы әлемнен емес өзінен бастауы керек. Алдымен өзіне сұрақ қою қажет. Мен қандай адам болғым келеді? Міне бұл шынайы ниет. Бұл сен тартып тұрған энергия. Ақпарат дегеніміз ол мән мағынасы бар энергия. Егер сен махаббатты қаласаң, бірақ іштей бос болсаң, онда сен қарым-қатынасқа не қоса аласың? Егер өзің махаббатқа толы болмасаң, сені не үшін біреу сүюі керек? Егер тұлғаң сенің шынайы өміріңді қалыптастыратын болса, ал тұлға дегеніміз сенің ойларың, әрекеттерің мен сезімдерің болса, онда сенің қазіргі тұлғаң үнемі сол бір ескі өмірді қайта жасап отыра береді. Сен шынайы өміріңді өзгерткің келсе, алдымен не ойлап жүргеніңді аңғаруың керек. Өзіңнің бейсаналық әдеттерің мен әрекет үлгілеріңе назар аударып, оларды өзгертуің керек. Міне бұл басты кілт. Сен өзіңді өткенге байлап тұрған эмоцияларды да анықтап, өзіңізге сұрақ қоюыңыз керек. Осы сезімдер менің қалаған болашағыма сай келе ме? Адамдардың көбі жаңа өмір жасағысы келеді, бірақ бұрынғы тұлғасын өзгертпестен. Бірақ бұл мүмкін емес. Бай адам үнемі ақшаның жетіспеушілігі туралы ойламайды. Сау адам ауруына жабысып отырмайды. Сіз болашаққа жетіспеушілік күйін апарып, одан молшылық күте алмайсыз. Өткенді қайта бастан кешірудің орнына, өзіңіз жасағыңыз келетін болашақпен үйлесімге келуіңіз керек. Оны айту оңай, бірақ шынайы өзгеру жоғары деңгейдегі саналықты және еңбекті талап етеді. Саналық дегеніміз өзіңізді алаңдатуға жол бермей, болашағыңызда кім болғыңыз келетініңізді есіңізден шығармау. Сіз өткендегі ескі өзіңізге қайта оралатын бірде-бір ойды санадан өткізбеуіңіз керек. Сізді бұрынғыдай сезінуге мәжбүрлейтін адамдарға сол баяғыдай эмоциялық жауап бермеуіңіз керек. Сіз шағымданып, өзгелерді кінәлап, сылтау айтып жүріп, жаңа болашаққа үміт арта алмайсыз. Сіз жаңа күйді ұстауыңыз керек, оны бекітіп отыруыңыз керек. Сол күйге денеңіз де, санаңыз да бейімделгенше. Өйткені миыңыз бен денеңіз өткенде өмір сүруге үйренген. Сондықтан бұл жерде қайталау, саналық пен жігер қажет. Осы шақта жаңа өзіңізбен кездесіп өзгеру үшін. Бірақ мен сізге сенімді түрде айта аламын, бұл мүмкін. Өзінің үйреншікті өмірінен шыға алмай жүрген, не өзгерістен қорқатын адамдарға қандай кеңес беруге болады? Біріншіден, үйреніңіз, ақыл ойыңызды біліммен толтырыңыз. Теледидарды сөндіріңіз, шабыттандыратын кітап оқыңыз, санаңызды кеңейтетін бейнеролик көріңіз. Білім тәжірибенің алдындағы кезең. Сізде қаншалықты көп білім болса, сіз өзгерістерге соншалықты жақсы дайын боласыз. Егер сіз болашаққа деген көзқарасыңызды жоғалтып жатсаңыз, демек эмоциялар үстемдік етіп тұр. Себебі өткеннің эмоцияларына батып кеткен сәтте, сіз болашақты көре алмай қаласыз. Сіз оған ескі тәжірибе сүзгісі арқылы қарайсыз. Әр таң сайын өзіңізге уақыт бөліңіз. Төсектен тұрған кезде өзіңізге ескертіңіз. Бір күн, бір өмір. Өзіңізден сұраңыз. Бүгін менің ең жақсы нұсқам қандай бола алады? Ұлы адамдар қалай ойлайды? Олар қалай әрекет етеді? Мен өз денеме жаңа сезімдерді сезінуді қалай үйрете аламын? Өзіңізбен келісіңіз. Медитациядан өзіңізді өзгеше сезінбейінше тұрмайсыз. Ал сезіне бастағанда сол күйді бүкіл күн бойы сақтауға тырысыңыз. Кім немесе не жолыңызда тұрса да маңызды емес. Үйреншікті эмоциялар мен ескі үлгілерге қарамастан, егер сіз мұны істей алсаңыз, дайын болыңыз. Себебі өміріңізде ерекше нәрселер бола бастайды, бұл заңдылық. Өміріңізде сәйкестіктер бола бастаса, бұл белгі. Бұл сіз әлде қайда үлкен нәрсемен байланысты екеніңіздің дәлелі. Бұл сіздің осы әлеммен нақты байланысты екеніңізді көрсететін индикатор. Бұл үдеріс тұрақты бола бастағанда, сіз мүлде басқа адамға айналасыз. Сіз адамдарды азырақ айыптайтын боласыз. Ұсақ түйекке ашулануды доғарасыз. Айналаңыздағы адамдарға басқаша қарай бастайсыз. Ал егер сіз осындай мистикалық тәжірибелерге ақыл ойыңызды толық ашсаңыз, сізде бір ғана тілек пайда болады, осы күйді жоғалтпау.
осы жолдан таймау. Және берік шешім қабылдайсыз. Мен енді ешқашан бұрынғы өзіме оралмаймын. Ешқашан. Бұл күш-жігерге тұрарлық па? Меніңше, иә. Және маңызды нәрсе мынада, сіз жағдайлардың құрбаны емессіз. Сізде таңдау еркі бар. Сіздің санаңыз әлде қайда үлкен нәрсеге арна болады. Ал егер сіз ескі әдеттерге, ескі болмысыңызға оралмауды таңдасаңыз, сіз ғаламға белгі бересіз. Мен дайынмын. Жаңа нәрселерге ашықпын. Мен өз күшімді қабылдаймын. Сол кезде өмір сізге керемет сәттермен, мүмкіндіктермен, сәйкестіктермен жауап береді. Сұрақ біреу ғана. Сіз осы жаңа өзіңізге қадам басуға дайынсыз ба? Шешім өз қолыңызда. Өзіңізді өзгерту жолы бұл трансформация. Егер сіз үнемі қалаған нәрсеңізге назар аударсаңыз, сіз басқа адамға айналасыз. Сіз жаңа әдеттер, жаңа ойлау және сенім үлгілерін дамытасыз. Сіз арман тілектеріңізді табиғи түрде өзіңізге тартатын адамға айналасыз. Сол себепті бұл үдерістен ләззат алыңыз. Кішкентай жеңістерден қуаныш табыңыз. Ішкі түсініктерден, қабылдауларыңыздың баяу өзгеруінен рахат алыңыз. Осы сәттер сіздің өсіп келе жатқаныңыздың және өміріңізді қалаған болмысыңызбен үйлестіріп жатқаныңыздың белгілері. Сіздің назарыңыз бұл сыйлық, бұл трансформация құралы. Бұл әрқашан армандаған өміріңіздің кілті. Оны саналы түрде пайдаланыңыз, оны қуанышқа, мәнге және қанағатқа толы өмір сүру үшін пайдаланыңыз. Сіз өз өміріңіздің авторысыз. Әр оймен, әр шешіммен және әр әрекетпен сіз келесі тарауды жазып жатырсыз. Оны ғажайып етіп жасаңыз. Нұрлы Voice арнасына жазылыңыз және жаңалықтардан хабардар болу үшін қоңырау батырмасын басыңыз. Сізге сәттілік, үйлесім және өркендеу тілейміз.